Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Про жеті арнасының оқырмандары және көрермендері. Мен бүгін сіздерге TikTokқа қалай монета салу керектігін үйрететін боламын. Бізге ең алдымен TikTok бағдарламасы қажет болады. TikTokқа кіреміз. Және де бұл жерде профиляға барамыз. Профиляға барған кезде ең жоғарысында 3 сызық болады. Сол 3 сызықты басасыздар. Және бұл жерде кошелек деген болады. Сол кошелекке кіресіздер. Және бұл мінекей баланс бізде 0, пополнение деген ол сіздің TikTokыңызға ақша салу деген сөз. Ал подарки из трансляции деген ол сіз эфирға шыққанда сізге берілген подаркілердің ақшасы болып есептеледі. Ең алдымен пополнениеға кіреміз. Осы жерде монеталар жазылған, теңгемен қанша теңге болатыны. Мысалы 70 монета біздің теңгемен шаққанда 380 теңге болады. Бұлар айфонда қымбат болады. Бізде айфонда монета деген қымбат болады. Айфонда 65 монета 399 теңге болады. Сол себепті балансты аударған кезде, пополнение жасаған кезде барынша Android құрылғылармен жасауға тырысыңыздар. Ал енді кеттік, біріншісі 380 теңгеге басамыз. Және де осы жерде сіздерге виза деп тұр. Мінекей көріп тұрғандарыңыз болса, 70 монета 380 теңге виза деп тұр. Осыған кіресіз. Бұл жерде сізге добавить оператор связь KSL және добавить оператор связь Теле2 актив деп тұр да. Осы жерде өзіңізге қайсысы удобны, соны таңдайсыздар. Бірақ шама келгенше жаңағындай номерлерді таңдағаныңыз дұрыс болады. Мен енді бұл жерде сет ұстамағандықтан мен визамен жасап көрейін. Добавить карту деп жасап көрейін енді. Бірақ сіздер міндетті түрде сим-картамен жасап көріңіздер, жарайды ма? Достар, мінекей мен 380 теңгеге жасайын деп жатырмын. Оплата мен картамен жасаймын. Сіздер бірақ осы жерде қарасаңыздар, номерлер берілген, сол номерлерге актив Теле2 солармен жасап көріңіздер, жарайды ма? Мен де қазір видеоға түсіріп жатқандықтан, асығыс болғандықтан мен сіздерге тіке картамен жасауды үйретемін. Мінекей карта, Каспи картаны тіркеп қойғам. Мінекей платеж жасалды, ақша төленді. Енді менде қазір қарасаңыздар 70 монета болады. Мінекей осылайынан оплата жасайсыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет достар. Бұйырса, Алла қаласа, алдағы уақытта сіздерге осы батылдан түскен ақшаларды қалай шешу керектігін үйрететін боламын. Және де осы жерде УСР 85 33 27 241 дегенді қалай ауыстыру керек, соның барлығын алдағы уақытта үйрететін боламын. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.